Баршаңызға сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен асқабақты бүтіндей духовкада пісіретін боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп баға беріңіздер. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен табамызды қыздырып, ішіне 100-150 грамды сұйық майымызды құйып, етімізді салып, су тартылғанша қақпағын жаппай, қатты отта қуырып аламыз. Етіміз қуырылғанша асқабағымызды дайындаймыз. Менде осындай ұзынша асқабақ, сыртын жуып, тазалап, сүртіп аламыз да. Кесеміз, егер жалпақ асқабақ болса, төбесін ғана кесіп алсаңыздар болады. Мен осылай орта белінен кестім, және де ортасында қалғанын келесіде мантыға пайдаланамын. Жақсы жабылу үшін тағы да осындай бір тілімін кесіп бетіне жаптым. Және видеодағыдай асқабақтың ішін кеңейтіп, тағы да бір тазалап шығамыз. Етімізде қуырылып дайын болды. Енді етіміздің астын өшіріп, туралған пияз, сәбіз, 3-4 картоп, 1-2 қызанақты, және де 3-4 тал сарымсақты саламыз. Тұз дайымыз. Тұзды көбірек салуды ұмытпаңыздар. Себебі біздің асқабағымызға да тұз керек болады. Қара бұрыш салып, бір араластырып аламыз. Тұзы, бұрышы біркелкі сіңу үшін осылай жақсылап араластырып аламыз да асқабағымызға саламыз. Менің асқабағымның көлемі мен қуырылған етімнің картоптың көлемі бірдей болып шықты. Енді бетіне жабатын осындай бір тілімімізді фольгаға орап жабамыз. Және де асқабағымыз кеуіп кетпес үшін 100 грамдай су құямыз да 180 градус жақсы қызып тұрған пеште 2 сағат, 2,5 сағаттай пісіріп аламыз. Мінекей асқабағымыз дайын болды. Осылай табаға салып, шет-шетін кесіп, ашып ұсына берсеңіздер болады. Асқабағы өте дәмді, ішіндегі еті, картопы бәрі бұлбырап піседі. Баршаңызға рахмет. Сіздермен болған мен Рахатай.